исламдағы мына қарым-қатынастар арасында, әсіресе туыстық қарым-қатынастарға қатысты ата-ананы қадірлеу амалы мұсылман үшін үлкен дәреже тұтады. Бұл амалдың жаңағы маңыздылығына Аллах Тағаланың Құран кәрімдегі аяттарының бірі үн көрсетеді. Аллах Тағала парыз етті: сендерге тек қана Аллах Тағалаға ғана құлшылық қылуды және ата-ананы құрметтеуді. Бәрімізге айқын көрініп тұр Аллах Тағаланың құқы таухид құқығынан кейін айтылып тұрған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: сендерге үлкен күнәлардың үлкенін айтайын ба деген кезде, сахабалар: я Аллахтың елшісі, айтыңыз деген кезде, бұл Аллах Тағалаға серік қосу және әке-шешені тыңдамау, яғни ата-ананы тыңдамау деп айтады. Енді бұл жерде біз үшін ереже пайда болды. Бұл таухидтан кейінгі біз үшін ең үлкен амал бұл ата-ананы құрметтеу. Сондай-ақ Аллах Тағалаға серік қосу қандай үлкен зұлымдық болса, сол зұлымдықтан кейінгі орын алатын зұлымдық ол ата-ананы жаңағы тыңдамау, қадірлемеу. Бухариде жеткен хадистің бірінде жаңағы Аллах Тағала сендерге аналарыңды құрметтемеуді харам етті дейді. Арнайы ананы айтады бұл жерде. Сондықтан тіпті мына фиқ мәселесіне келетін болсақ, адам баласы нәпіл намаз оқып тұрған кезде, яғни Аллах Тағала бұйырмаған өз еркімен оқып тұрған намазды атқарып тұрған кезінде анасы баласын шақырып қалса үзуге болады дейді. Өйткені анаға, әкеге жауап беру парыз. Ал нәпіл намаздың үкімі нәпіл. Сол белгілі. Тек қана жаңа парыз намазды біз үзе алмаймыз, өйткені Аллахтың хақы жоғары тұрады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар, Али және тағы да басқа сахабалармен бірге отырған кезінде, бұл Муслимнің сахихында айтылған оқиға, сендерге Йеменнен бір ру келеді деген. Солардың іштерінде жаңағы Уайс ибн Амир деген кісі болады. Бұл кісі табиғиндерден. Ол кісінің жаңағы денесінде тері ауруы болады. Сол тері ауруынан тек қана бір дирхамның көлеміндей орнына ғана болмаса, басқа жерін Аллах Тағала емдеп жүрген. Егер де ол кісі Аллах Тағаладан бірдеңені сұрайтын болса, әлбетте Аллах Тағала оны оған береді деген. Және оның бір анасы бар еді, анасына өте игі қарым-қатынаста еді деп айтып кетеді. Ей Омар, егер шаман келсе, сен сол Уайсты көрген кезде, оның саған Аллах Тағаладан кешірім тілеуін сұрап ал деген. Міне осы оқиға солардың есінде қалады. Кейін Омар радиаллаху анху халифа болған кезінде жаңағы Йеменнен шын мәнінде тайпа келеді. Сонда сендердің іштеріңде Уайс ибн Амир бар ма дейді Омар. Адамдар таңғалады, қалай? Сосын бар дейді. Сосын қайда ол деп жаңағы кісіге кездескен кезде, сен бе Уайс ибн Амир дейді. Мен дейді. Мурат деген ауылдансың ба сен, рудансың ба? Иә дейді. Сенің Аллах Тағала бойындағы тері ауру болған екен, соны дирхамнан жаңа басқа көлемін жазып жіберіпті ғой дейді. Иә дейді. Сенің анаң бар екен ғой дейді. Иә дейді. Аллах Тағаланың елшісі айтып еді, мен соның негізінде сенен бұны сұрап тұрмын дейді да. Сосын сен маған кешірім сұрашы дейді Аллах Тағаладан дейді. Мен саған сұрайын ба дейді ол кісі. Сен сұрашы деп жаңа тырысып, сонда жаңа кешірім сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кісінің айтып кетудегі амалы, бір-ақ амалы ғана айтылып тұр да бұл жерде. Оның бір анасы бар еді, ол оған игі еді деп. Уайстың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кездесуіне бір нәрсе ғана кедергі болған екен. Сол кедергі болған анасының жаңа сырқаттап жатқаны. Сол анасының қасынан шыға алмай, соны жаңа күні-түні анасын ойлап, соның қасында емдеп дұға жасап жүргеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келе алмаған. Сол анасына деген жаңағы игілігі пайғамбарымыздың аузына Аллах Тағала ол кісінің атын салған екен. Мысалы, ол табиғи. Қандай үлкен сахаба, қаншама исламның жерлерін ашқан, қаншама дінге еңбек еткен Омар барып, жаңа маған кешірім тілеші деген кездегі, өйткені оның дұғасы пайғамбар саллаллаху айтып кеткендей, егер ол сұраса, ол қабыл болады. Аллах Тағаланың қасында міне ата-анаға деген игілік жасау, жақсы қарым-қатынас жасау дәрежесі байқалып тұрушы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху айтады, әке-шешесін тыңдамаған адамға Аллах Тағала қияметте қарамайды деген. Сондай-ақ бір адам келіп пайғамбарымыз саллаллаху айтады, я Аллахтың елшісі, мен сенен Аллахтан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік беремін, және сен Аллахтың елшісі екендігіне куәлік беремін. 5 уақыт намазымды оқимын, малымның зекетін беремін, сондай-ақ Рамазан оразамды ұстаймын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім осы күйде өлсе, онда жәннатта болады. Пайғамбарлармен бірге, жаңағы шыншылдармен бірге, және шахидтермен бірге, әрине егер әке-шешесіне бойұсынған болса дейді. Яғни бір шарт бір жерде жаңағы байланысып тұр. Егер де әке-шешеге бойұсынбаған болсақ, тыңдамаған болсақ, ренжіткен болсақ, мысалы, осының бәрі кейін жаңағы амалдарымыздың пайда бермей қалу қаупін туғызады екен. Ибрахим пайғамбардың оқиғасы баяндалады. Ибрахим баласына балақайым,
мен түсімде сені бауыздап жатқанымды көрдім. Яғни Аллах тағаладан бұйрық келіп тұр, сені құрбандыққа шалу деген маған. Сол кезде баласы әкетайым деп бастайды әңгімені. Әкетайым, Аллахтың бұйрығын орындаңыз. Аллах қаласа мені сабырлардан табарсыз деп. Сонда барып жаңағы баласын байлап жатқызған кезде баласы айтады, мені жақсылап байлап таста, мен қозғалмайын. Сондай-ақ бетімді жауып қойшы мен. Бір риуаятында төңкеріп жатқызшы мені. Өйткені сен пышақты жақындатып отқан кезде жаман көзіммен қарап қалам ба деп қорқам деген. Қазір енді намазға бет бұрып жатқан жастарымыз өте көп. Солардың кейбіреуінде бір қате пікір қалыптасқан. Яғни әке шеше намаз оқыса ғана, жаңағы бір мұсылман болса ғана дегендей бір сол кезде ғана тілін алу керек. Басқа уақытта олардың тілін алуға болмайды. Өйткені сахабалардың да кезінде тіл алмаған кездері болған дегендей бір дәлелдерді келтіріп өздерінің жаңағы қылықтарын ақтайды. Біз ең бірінші жаңағы пайғамбарлардың өмірінен мысал келтіретін болсақ, мысалы, Алла Тағала да Құранда келтіреді Ибрахимнің сөзін. Ей әкетайым деп айтады. Әкесі мысалы пұтқа тағынып отқан адам, ол пұт сатып жүрген адам. Кейде тіпті Ибрахимнің көзінен пұттарды сатып кел деп бұйрық беретін. Сонда жаңағы әкесіне келіп сөйлегені, ей әкетайым дейді. Сен естімейтін, көрмейтін, және өзіңе ешқандай пайда бере алмайтын нәрселерге неге табынасың? Маған Аллах тарапынан білім келді. Мені тыңдасаң, тура жол табасың. Шайтанды дос тұтпа. Мен қорқам, Аллах Тағаланың саған азабы жетіп, шайтанға дос болып кетесің бе деп. Ей әкетайым деген сөз қайта-қайта айтады. Міне сонда біз қараймыз, біз ол әке, ана деген жаңағы нәрсе мұсылман болсын, немесе басқа дінде болсын, бәрібір оның аналық, аталық жаңағы хақы ол жалғаса береді. Енді олар намаз оқымаған болса, қандай да бір күнәларға барған болса, ол үшін Аллах Тағаланың алдында өзі жауап береді. Бірақ енді біз бәрібір оны ата, ана деген нәрсе үшін құрметтейміз. Аллах Тағала қалады ма сол ананың құрсағынан шығуымда? Болды. Мен оның алдындағы міндетім оны құрметтеу. Кешеше дүниеден өткеннен кейін де жақсылық тоқтамау керек. Өйткені бір күні бір адам келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, Аллахтың елшісі, менің анам қайтыс болды, бірақ оның мойнында жаңа бір айлық ораза қалған еді деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен қалай ойлайсың, егер сенің анаң біреуге қарыз болса, сен сол қарызын қайтарып берер ме едің дегенде, әрине дейді. Олай болса, Аллахтың қарызы өтелуге ең лайықты деген. Кімнің әке-шешесі дүниеден өтіп кеткен болса, әлі де үміт бар кітабына бір амал түсіруге. Өйткені кітап ашық жатады. Аллах Тағала енді бізді жаңағы салиқалы өзгертіп жатқаннан кейін, біз үміт бізде ғана. Екеуінің әлі де жаңағы кітабын бір садақа беріп толтырамыз ба, құрбан шалып пақырларға таратып, сондай сауаппен толтырамыз ба, бұл енді біздің ісіміз. Міне, осы жақсылық жаңағы дүниеден өткенімше тоқтамау керек. Сондай-ақ бұл Аллах Тағаланың бұйырып тұрған парызы. Бұл тек қана жаңағы бір әкем, шешем болғаннан кейін тыңдау емес. Бұл үшін қияметте біз жауап береміз. Өйткені Алла Тағала парыз етті сендерге. Өзіне ғана құлшылық қылуларыңды және ата-ананы қадірлеуді деген. Сондықтан Аллах Тағала бұйырған нәрсені бәрі істелу керек. Аллах тыйған нәрсенің бәрінен тыйылу керек. Егер әке-шешеге ешқашан жаңағыдай суық қыр көрсетпе десе, онда тыйылу керекпіз. Ең бірінші менің дұрыс мұсылман, жақсы мұсылман екенімді, жаңағы салиқалы, толық мұсылман екенімді әке-шешем көру керек үйде. Кімде-кім бұны кеш түсініп жатса, қалған өмірін осы әке-шешесінің жаңағы қызметіне арнау керек. Кезінде жаңағы ақсаған тұстары болса, амалдарында, қарым-қатынаста әке-шешесіне қатысты осы тұстарын жөндеу керек.